Қайырлы күн. Қалайсыздар? Ерте тұрып мен. Бүгін ерте тұрдық, бала шағам бәрін сағат 7-де оятып алдым ба? Үшін балалардың барлығын сағат 7-де оятып алдым. Еще ертуғанда поликлиника бардым. Өзім жетте тұрып алдым. Қыздарды оятып алдым. Қайтып режимға кіріп деп жатырмыз. В общем, неше күннен бері режим қалыптастырам дедім да. Режимға келтіре алмай жүрген едім. Ұйықта қалып, тұрмай, түнде кеш жатып сөйтіп. Содан кеше сағат 11-де ұйықтап тастадым. Даже 10-ның кезінде ұйықтаңдар деген, ұйықтамай әйтеуір үйтіп ұйықтап 11-де ұйықтап қалды. Содан бүгін ерте тұрып жақсы болды, прям күшті қуанып. Режимға кіріп алсақ күшті болар еді. Содан поликлиникаға барып кеп, Ертуған екеуміз. Ертуған коляскада ұйықтап қалды. Сон жүрміз далада. Аязда, күшті дала, погода аяз, жын болып тұр енді. Тамаша. Ертуған екеуміз бір айналып жүріп келдік та. Екеуі совет ұйықтап отыр. Мен есіктің алдында отырмын. Күн түсіп, күшті отыр. Әдемі. Қайырлы кеш, сәлем, достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Келе ғой балам. Не істеп жатырсыздар? Бүгін бала-шаға сабаққа бармады. Фатинайдан сәлем. Ауырды, Фатиха бүгін тағы да құсты кеше. Почему-то білмеймін тағы не болып қалған. И сабаққа бармадық. Мен үйде кешкі ас дайындап жатырмын. Кешкі асқа бүгін менде сорпа. Осылайынан кеспе салып қойдым қазір. Етпен күштілеп кеспе ішіп алып, Алла қаласа бүгін бізде күн боран болып тұр. Прям андай аязды боран болып тұр. Негізді аязды боран болған кезде күн негізі кеше жылы болған еді. Кейін салқындатып, уже аяздатып. Кеше жылы болған, 0 градус плюс 1 градус болған. А бүгін уже минусқа кетті, ертең минус 30 градус дейді. Сол бүгін сорпа ішкіміз кеп, сорпаны етін қойып, пісіріп, кеспе дайындап жатырмық. Қыздарым, манажа! Тығылып жүр екеуі видео түсіріп жатсам, екеуі тығылып бара тұр ғой. Жетіп қонаққа келдік. Дойча, жүріңдер. Екеуі қармен атысы ойнап жүрген қазір. Дәу қаралапты. В общем, қонаққа келдік қазір. Алла қаласа. Достарымыздың үйіне. В общем, күшті күн болайын деп тұр. Жүріңдер. Қызым, жүріңдер. Қазір қалып қоясыңдар. Кеттік. Тоң қаласында жүр, шапкаларың бәрі ашық тұр. Кеттік. Жүр, Фатиха, жүр, таста. Екеуі дәу қаралы бір-біріне атып ұрып ойнап жүр. Жүріңдер. Ау. Жоқ. Ой, кеттік. Айт шыққандар, ай. Жүріңдер. Молодец. Екеуі пәтесі шамай тұр. Ашындар дейді. Қазір ашыт былай тұрыңдар. Ашқаса беттеріңнен соғып қалады, былай тұрыңдар. Істемейді, амафон, істемейді екен. Былай қарай тұр, доча. Қазір ашқаса беттерінен соғып қалады, былай тұрыңдар. Істемейді, көрдің ба? Достар, қалайсыздар? Бүгін дочалар үйде, күн аяз болып, 30 градус аяз деп сабақты отмена жасады. В общем, Кәусартай өзін, как всегда, жұмысын істеп отыр. Бірдеме жасап отыр. Фатикуш мультик көріп отыр. Мен киім-кешек жинап жатырмын. В общем, үйді полный уборка жасап жатырмын. Негізі ана киімдердің бәрін жинап. В общем, екеуі ана жақта ұйықтап жатыр. Солай, достар, сіздер погода қалай? Бізде аяз басталды. Қатты, өте қатты. Кәусе, сен не дайындап жатсың? Ойын. И мен, в общем, андай заказ берген алдында Каспидан. Оразаға дайындық басталып кетті.
ас жерде, так, үйге кірерде, үйден шығарда, тамақ ішерде, ұйықтар алдында, дәретханаға кірерде деген соның бәрін жабыстырып мен в общем дайындап жатырмын. И мен мына жерге уже жасап қойдым. Мынау еске жатар алдында деп, ұйықтар алдында. И дәретхананың сыртына тоже. Так, дәретхананың сыртына тоже осылайынан жазып дайындап қойдым. Ой, жазып деппін ғой, жабыстырып дайындап қойдым бізде. В общем, осылай күшті екен мыналар. В общем, достар, мен киімдерді дальше жинап, орын-орнына сап, ойыншықтарды реттеуім керек қазір. Үйді жинауым керек. Мен осы жерден видеомды аяқтайын. Кстати, мына коробканы да жинауым керегін көрдіңіздер ма? Толтырып тастаған ғой, білмеймін мынаның ішіне не салып толтырып тастаған, сыйдырмай. Сыртына мұрнына шыққанға дейін мынандай толтырып тастапты, білмеймін немене толтырған. Қазір осының бәрін мен жинауым керек. В общем, бүгін менде полный уборканың күні болайын деп тұр. Бізге тіркелмегендер тіркеліп, лайк басып, комментарийді жазыңыздар. Всем пока.